Майражан таң атпай сорпа пісіріп қойыпты. Ал ас болсын. Ас болсын. Нан жоқ міне. Бүгіннен бастап таңертең нан жемейміз. Диета. Өзің ақ отыра бер сол диетаңа. Нан әкелмедім деп шындығыңды айтсай. Айбек, дүкенге барып нан алып кел. Неге мен? Мен де бүгіннен бастап диетаға отырайын деп жатырмын. Айбек деймін. Осы неге мен жұмсай бересіңдер? Отыр ғой қанат барысында. Айбек өткендегі тірлігімді айтып қойайын ба? Жоқ, шол. Өзім барып келеді екен ғой нанға. Өзім барып келейін, е? Серуендеп, таза ауамен кішкене. Демалып деген ғой. Қазір алып келемін. Сол нанды кеше кешкісін алып қойса болатын еді ғой, таң атпай жүгірмей. Мам, негізі кеше алып қойғанбыз. Айбек түнімен ұйықтамай, кешке нанның бәрін жеп сапты. Марал, осы адамның артынан сөйлегенді қою керек қой. Сен әлі кетпегесің ба? Барам қазір кетіп баратырмын, не болды сонша? Осы бала. Бүгін менде кешке дейін жаттығу. Олимпиадаға іріктеу болып жатыр. Сондықтан да үйге кеш келетін сияқтымын. Мен кешке отчет өткізуім керек. Жұмыстан кеш келем ау? Айтпақшы, бүгін кешке мен қуырдақ жасайым. Сондықтан жұмыстан шыға сала кешікпей келгендердің жөн. Жақсы болды ғой. Мен отчетты ертең өткізе салам ау? Мен Олимпиадаға барам. Сондықтан да жаттығуыма баруым керек. Не ғой? Нанға ақша берсеңіздерші? Сен әлі бармағасың ба? Ақша жоқ. Менің бөлмемде үстелдің үстінде тұрып, барып ал. Жарайды, қасақ. Бол тез. Мынау нанға барып келем дегенше біз тамағымызды да ішіп таусатын болдық. Уайымдамаңыз әке, тамақ таусылмайды. Бір қазан қып жасап қойғам. Өте дәмді болыпты. Мен тойып кеттім. Мен де тойдым. Керемет. Не ғой? Қанша нан алайын? Әзілдеймін, міне алып келдім нанды. Сен нан алып келгенше біз тамағымызды да ішіп бітірдік, көрдің бе? Қайта сіздер тамақтарыңызды ішіп болдыңыздар ғой? Мен әлі нәр татпадым. Тамағымды ішейінші менде. Кел оғы, кел. Отыра ғой, кел. Сөйтіңші. Таң атпай жүгіріп, кел. Таң атпай жүгіріп. Нанға барып келдім. Ой, жан, кел. Нан келіпті ғой, Тағы да бір кесе ішсем бе деп отырмын. Қазақпыз ғой. Лағманды фунчоза салатымен жейтін ең бастысы ас болсын. Сәлеметсіздер, менің есімім Айбек, мен жас актермін, бастай берейін бе? Айбек, бастамастан бұрын... Анашым. Қайдасың сен, анашым? Көзім көрмей кетті, анашым. Балам, менің де көзім көрмей жатыр. Менің даусыма кел, балам, даусыма кел. Айнала, тұман, қалың тұман. Ана, қайдағы түтін? Әкем жай мәшинесін от алдырып жатыр, соның түтіні ғой. Қалай? Бола ма? Жалпы жақсы, бірақ болғанда. Кемпірдің зары деген бар, етюд бар, күштеп. Қараңыздаршы міне. Ей, шалау. Немеле бірден кетіп сөйлесеңші, маған таң ертеңнен бері үндемей отсың ғой мына жақта, жалғыз өзім жынды болып кетейін деп отырмын ғой, ең болмаса шай ішсеңші, мәтек. Сөйлеш деймін мен саған, сол кезде шал не деп білесіздер ма? Шал бүйтіп қарап тұрды, шал бүйтіп тұрды. Сен басың істей ма? Таң ертең менің протезімді киіп кетсің ғой дейді, қалай? Жақсы, бірақ... Сіздер неге бірақ деп сөйлей бересіздер? Бірақ демеңіздерші. Сіздер маған қарасаңыздаршы, мен жас актермін ғой, менің болашағыма сіздер балта шаппаңыздаршы, өтініш. Бірақ деген сөзді мүлдем ұмытыңыздаршы, мен жек көремін ондай сөзді. Біз сізді қабылдай алмаймыз. Неге? Бізге актер емес. Фотографтың өзі керек бізге. Фотограф керек па не сендер? Сендер қызықсыңдар, айтпайсыңдар ма? Ең болмаса есіктің сыртына жазып қоймайсыңдар ма? Бізге фотограф керек, маманы керек деп. Мен сендерді кастинг деп келіп отырмын ғой мына жерге. Мен жас актермін ғой, жынды ма?
қойыңдаршы сен. Осылардай. Есіктің сыртына мекемелерінің атын жазып қойса болады ғой. Бірақ еш нәрсеге өкінудің қажеті жоқ. Есесіне бүгін біраз адамдардың көңіл күйін көтеріп тастадым. Сәлеметсіңдер бе оқушылар? Сәлеметсізге біздің ең сүйікті, ең көрікті, ең әдемі Майра апай. Отыра қойыңдар. Қандай керемет сынып. Менің айтқанымды мүлт етпей жаттап алатын. Ал үй тапсырмасына Абайдың өлеңін жаттауға бердім. Кім дайын? Апай, мен айтайыншы? Апай, мен айтайыншы? Апай, мен айтайыншы? Сонда басқа ешкім дайындалмаған ба? Апай, мен айтайыншы? Менің айтсыншы, апай. Онда журнал бойынша сұраймын. Апай, мен айтайыншы? Абенов айтсыншы? Абенова, қазір сені тақтаға шығарсам, сосын отырғыза алмай қаламын ғой. 45 минут бойы Абайдың өмір баянын айтып кетесің. Басқалардан да сұрап үлгеруім керек қой. Оның үстіне сенің бағаларың жетіп жатыр. Ол аздық етеді маған. Мен айтайыншы, апай? Журналдың соңынан қарайық. Апай, мен айтайыншы? Жарайды, староста Абенова, шық тақтаға. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан, білмеймін тойғаныма. Алло, қойш, шынымен ба? Массаған. Енді тойға не киіп барасың? Қой, менің көйлегім саған тар болатын шығар. Иә. Мен саған кейінірек хабарласайын, қазір сабақта отырмын. Жалғастыра ғой. Сұр бұлт түсі суық. Сәлеметсіз, хабарландыру айтсам бола ма? Әрине айта ғой. Ертең жексенбі демаламыз. Ура! Тыныш. Жалғастыра ғой. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Қой, шығып көсем бола ма? Болмайды. Сабақ өзі 45 минут. Оның 30 минутында сендерге ұрысумен болам. Қалған 15 минутта кімнен сабақ сұрап үлгерем? Бармайсың ешқайда. Жалғастыра ғой. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін. Болды, Абенова. Отыра ғой. 5. Апай, мен айтсам бола ма? Мұңайтпасов, шық тақтаға. Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан. Сұр бұлт түсі суық қаптайды. Сұр бұлт түсі суық. Ешкім жондамайды ма екен, апайға? Мұңайтпасов, отыр 2. Апай, бірақ Абенованың өзі дым айтпай 5 алып кетті ғой. Мұңайтпасов, орныңа отыр. Қазір тақтаға шығадым. Барлығы оңай жолмен жеңіске жеткісі келеді. Кейбіреулер өз күшімен болса, кейбірі тапқырлығымен. Оқушы Мұңайтпасовтың тапқырлығына тәнтімін. Кабинетке бірдеңе жетіспейтін сияқты. Айгүл, келіп кетші. Айгүл, қараш, бір кабинетте бірдеңе жетіспейтін сияқты, Жетіспейтін сияқты. Қаражат жетіспейді. 2 ай болды ақша бермегеніңізге. Ой, мәш. Беру есімен шығып кетті. Мен ойлағай рахмет. Енді бірдеме жетіспейтін сияқты. Кәз. Бір дизайн, ландшафт, мукалтин. Мукалтин дәрінің аты ғой. Жарайды. Жоқ, вообще қараға. Бір шкаф. Аквариум жетіспейді. Тыныштықтың символы. Не істейсіз құр аквариумда? Балығымен аламыз ғой. Қойыңызшы, Айдос Болатбекұлы. Алдын анау папугай алам деп аларыңызға алып алып. Өңшең жаман сөз үйретіп қойғансыз ғой. Мен ана біздің күзетші Самат не істеді білесіз ба? Ерексін соңында өлтіріп тастады. Папугайдың ба? Иә? Енді балықпен ерекші өлмейтін жер? Одан шығады. Ол бәрімен ерекседі. Бірақ шығады одан, ә? Бар, жұмысыңды істеші бар. Бар. Алло? Иә. Дәл сол балық орталығына хабарласып тұрсыз. Балық па? Иә?
неше түрлі балықтар бар? Акула, дельфин, шортан балық, шардараның балығы. Қанша? 2 минуттан кейін барам. Мекен жайыңыз айтыңызшы. Рысқұлов көшесі 58. 3-ші қабат. 59-ші офис. Айдос Болатбекұлы. Не сасып кетті? Ассалаумағалейкум аға. Сіз екен ғой? Балық құмар жігіт. Шығар мен кабинетімнен, саспайын. Иісі қандай тамаша. Дәмін татып көріңізші. Керек емес. Мынауың өліп қалған ғой сенің. Ой ағам, тірі балықтар да бар аға. Кабинеттен шығар, саспай шық. Өтінем аға. 2-3 штук қал. Ала салшы. Жаңа мен звондаған кезде әңгімем соңына дейін тыңдау керек. Керек емес, алмайын, шық. Өкінбейсіз, шық. Күштеген ой келе. Әгір не істеп жатсың? Жеп жатырмын балықты. Былай қарай десең ортасынан. Былай? Адамның ерекше бір қасиеттерінің бірі ол талпыныс. Егер де бір нәрсені соңына дейін істеймін деп талпынсаң, міндетті түрде соған жетесің. Мына саудагер балығын сатамын деген ниетпен келгені анық. Алмайтын жерден келістіріп алғызып кетті. Бірақ балықтары дәмді екен. Тимур Бекмамбет, продюсер. Киноға түскін келсе, хабарлас. Тойда тамада болғын келсе, хабарлас. Кастингтен шығып, көңілсіз кетіп бара жатсаң хабарлас дейді. Жақсы ғой. $700 Алло, здрасте. Меня зовут Айбек. Я новый актер. Ау. Сөйтіңіз қиналып кеттік қой. Сіз қазақша білесіз ба не? Мен жаңа актер едім аға. Киноға түскім келеді. Я кездесейік. Өзім келем. Жарайды. Онда сізді саябақта күтем орталық. Мақұл. Сау, кездескенше. Саламатсыз ба? Саламатсыз Ғалия Жаппаровна. Қалыңыз қалай, еш аман ба? Менің электрондық құжаттарым дайын ба? Иә. Қазір флешкаға жазып қойған, 1 минут күте тұрыңыз. 1 минут күте тұрыңыз, 1 минут күте тұрыңыз. Сіздің қалтаңызда жоқ па? Не? Кешіріңіз, қазір міне 1 минут қалды. Қазір қарайым, табам. Марал? Не болды? Бәрі дұрыс па? О, Ғалия апай, саламатсыз ба, қалайсыз? Бәрі жақсы ма? Үй бала-шаға? Қалды, Марал, қайтадан? Кішкене бір кекілдің болды. Ғалия апайдың бүкіл электронды құжаттары жоғалтып алды. Немене? Бәрі дұрыс, тек флешканы жоғалтып алдым, флешканы. Болды, қазір. Мен флешканы аласам, бә? Болды, қазір бәрі істеп бер, тез бол, Марал. Бұның ішінде бір нәрсе бардай. Немене дейсің? Ештеңе апай, қазір 1 минут күте тұрыңыз, міне тауып берем қазір. Компьютер өшті. Компьютер өшіп қалды апай. Тыңда, Марал. Бұл құжат маған ауадай қажет. Бұл құжаттарды қайтадан жасау үшін қанша уақыт керек? Көп уақыт кетпейді негіз Ғалия апай. Бір жарым жылда кетеді. Немене? Бір ай апай, сіз үшін 1 айда бітірем. 1,5 аптада дайын қылатын бол. Осындай түсініктер бар клиенттерге не жетсін? Әрбірімізде әртүрлі жағдай болып жатады. Ең бастысы дұрыс түсіне білу керек. Ал бастығым алтын адам ғой.
Қанша жынымды көрсетсем де жақсы көрем ол кісіні. Бүгін де міне қолынан келгенше көмек берді. Көмегі вирусқа тауған болса да. Флешкам босады ма? Ағай. Ей, Марал. Ассалаумағалейкум. Тимур Бекмамбет. Бүйтіп өмірді сөйлемейді. Ассалам. Тәке қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Мен сізді көргеніме... Тәке қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Сізді көргеніме... Өте қуаныштымын. Менің арманым өзіңіз сияқты продюсерлармен кино... Айтып отырмын. Тәке, ассалаумағалейкум. Қалыңыз қалай? Үш балшағыңыз қалай? Тойды қалай өткіздіңдер? Аман есен болды ма? Кішкентайлардың бәрі жақсы ма? Аман есен жүріп жатсыздар ма, Құдай-ау? Сіз шынымен де Тимур Бекмамбетовсіз ба? Кешіріңіз. Қойшы бол. Мен сізді өмірде көргеніме өте қуаныштымын. Сіз шынымен де Тимур Бекмамбетовсіз ба? Иә, мен. Ассалаумағалейкум. Кешіріңіз, ренжімеңіз, Мен қобалжып жатырмын, шынымды айтсам. Қобалжыма, бауырым, бұл шынымен де мен. Сен Тимур Бекмамбет? Иә. Қойш. Очкеңізді шешесіз ба? Шешпей қойын. Мен қанша деген мен продюсермін ғой. Сіз продюсерсіз ба? Мен анандай арзан очкиді киген продюсерді бірінші рет көріп тұрмын да. Сенбейсің бе? Мен есімім Бекмамбет. Фамилиям Тимур. Солай ма? Мен сені құда күткенде күттім ғой мына жерде. Кеттім мен. Тоқта. Мен жас продюсермін. Сен жас актерсың. Бір-бірімізді толықтырып, бір күшті кино түсірсек болар еді. Өкініш деген ба? Жалпы мен сенімен кездескеніме өкініп тұрмын. Қалай? Жоқ, киноның аты «Өкініш 2». Қайрат Нұртас ойнайтын болады. Ана Қайрат Нұртас па? Аты Нұртас, фамилиясы Қайрат па? Қумаш? Иә, қайқын танып қойдың. Тоқта, мен сені жұлдыз қыламын. Өзің бірінші болбашы жұлдыз. Қарындас, нешінші раунд қазір? Табличкаңызды ұмытып кеттіңіз-ау дейме? Түсінбедім. Маған бір бапкер керек еді. Бапкер? Бапкердің білмедім қайда жүрген. Мүмкін ол мына жақта жүрген шығар? Онда мен сол жақты көріп келем. Жоқ. Ол мүмкін мына жақта жүрмеген. Бірақ мен сияқты арыстан тұрғанда бапкерді қайтасыз. Туф, ойнамай айтыңызшы. Ку-ку! Отебуку не дёда, булюбу дидюбу дюнуку. Әке, қоңырау шалсам, неге алмайсың? Ойбу, өшіп қапты. Сен неғып тұрсың? Бар дайындал. Болашақ күйеу баласына өйсіп айқайлаймын екен. Жүр шай ішеміз. Мама қайда? Мама үйде. Марал, келдің ба? Қандай керемет ес. Мен нан алып келдім. Ал мен таңертең уәде еткенімдей қуырдақ жасап қойдым. Мынау не деген çok güzeliz. Мінеки мен де нан алып келдім. Нан көмек деген. Сен несіне өре болдың? Онсыз да таңертең нанға барғаның аздай. Мен де нан алып келдім. Ал қазір Айдос ағаларың не алып келетінін білесіңдер ме? Нан! Нан сатып әкелу деп жарыс болып жатырмыз, Жоқ, дұрыс, нан әкелгендер жақсы. Мұрын жарып барады. Су бар ма? Шөлдеп тұрмын. Мен сіздерге балық алып келдім.
Айдос ағамыз өте креативті ойлайды екен. Және де міне нан. Нан бар жерде әм бар деген осы. Ал біздің үйде бүгін концерт.